Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиет пәні 7-ші сынып. Жастықтың оты қайдасын? Мағжан Жұмабаев. Мен жастарға сенемін бөлімі бойынша сабағымыздың тақырыбы ел ертеңі білімді жастар. Сабағымыздың мақсаты үзіндімен жұмыс жасап, мәселені болжау. Топтау сан есімдерді жазбаша жұмыста орынды қолдану, мәліметтерді диаграмма түрінде ұсыну. Осы мақсаттарға негізделген бағалау критерийлері мәтінді оқып, көтерілген мәселені анықтайды. Топтау сан есімдерді жазбада дұрыс қолданады, алған мәліметтерді өмірде қолдана алады. Олай болса балалар, сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Дәптерімізге жазып, есте сақтаймыз. Жаңа сөздер: еңсесін көтеру, поднять дух, рухани жетілу, духовно развиваться, ғибрат, назидание, сауатты, грамотный. Жақсы балалар, жаңа сөздерді өздерін тағы да қайталап, есте сақтаңдар. Ел ертеңі болашақ жастар демекші, жастар қандай болу керек деген сұрақ төңірегінде берілген социограмманы толтыр. Адам бойынан түрлі қасиеттерді тізбектей аласыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Сіздердің жауаптарыңыз экрандағы жауаптармен сәйкес келеді деген ойдамын. Жастар қандай болу керек? Білімді, ізденімпаз, талантты, еңбекқор, саналы, жауапты. Әр қайсымыздың бойымызда осы қасиеттер бар екендігіне сенімдімін. Балалар, экрандағы суреттерге назар аударыңдар. Бұл суреттер арқылы қандай ой түйдіңдер? Сұрақтарға жауап беріңдер. Кітаптың пайдасы қандай? Кітапханаға қаншалықты жиі барасың? Осы тапсырманың дескрипторы. Сурет бойынша өз ойын айтады. Сұрақтарға жауап береді. Оқулықпен жұмыс. 3-ші тапсырма. Мәтінді тыңда, оқы. Дүниенің сырын білуге есік ашатын алтын кілт білім. Дана бабаларымыз күш білімде, білім кітапта. Мұхит басы бұлақ, білім басы кітап деп бекер айтпаған. Ел болып, еңсесін көтерген егеменді еліміздің ертеңі жас ұрпақ. Ерінбей оқып, талмай іздену арқылы адам рухани тұрғыдан жетіліп, білім нәрімен сусындайды. Мұндай адам қашанда халқының ықыласына бөленеді. Асыл мұратына, арман мақсатына білім арқылы жетеді. Жас жеткіншектер данышпан бабаларымыз жазып қалдырған кітаптарды көп оқулары керек. Осындай ғибрат пен өнегеге толы кітаптарды, ақын жазушылардың шығармаларын оқыған адам білімді, тәрбиелі, өнерлі болып өседі. Ағылшын философы Фрэнсис Бэкон кітап оқу адамды білімді етеді, жазып отыру әдеті сауатты етеді дейді. Ал Конфуций білген адам өкінбейді, мейірбан адам мазасызданбайды, батыр адам қорықпайды деген. Осы тапсырмаға дескриптор. Мәтінді мұқият тыңдайды, мәтін мазмұнын түсінеді. Балалар, мәтінді мұқият тыңдап, мәтін мазмұнын түсіндіңдер деген ойдамын. Мәтін бойынша дұрыс-бұрыс ақпаратты белгілеп. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманы да ойдағыдай орындағандарына сенімдімін. Өз жауаптарыңмен тексеріңдер. Бірінші ақпарат.
Ел болып еңсесін көтерген егеменді еліміздің ертеңі жас ұрпақ. Дұрыс. Ерінбей оқып, талмай іздену арқылы адам рухани тұрғыдан жетіліп білім нәрімен сусындамайды. Бұрыс ақпарат. Кітап оқу адамды білімді етеді, жазып отыру әдеті сауатты етеді. Дұрыс ақпарат. Дүниенің сырын білуге есік ашатын алтын кілт ақыл. Бұрыс ақпарат. Ғибрат пен өнегеге толы кітаптарды, ақын жазушылардың шығармаларын оқыған адам білімді, тәрбиелі, өнерлі болады. Дұрыс ақпарат. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыздың тілдік бағдарымен танысайық. Топтау сан есімдер заттың санын жекелеп емес, топтап көрсетеді. Нешеден, қаншадан деген сұрақтарға жауап береді. Топтау сан есімдер дара сан есімдер мен қосарланған сан есімдерге шығыс септік жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 2-ден, 100-ден, 40-50-ден, 10-10-нан, 5-6-дан. Ережені ескере отырып, тапсырманы орында. Берілген топтау сан есімдерін етістіктермен тіркестіріп жаз. Топтау сан есімдер: 2-ден, 100-ден, 2-2-ден, 10-10-нан, 5-6-дан, 3-3-тен. Берілген тапсырмаға дескриптор. Топтау сан есімдерін етістікпен тіркестіріп жазады. Топтау сан есім тіркескен етістіктерге назар аударайық. Бұл ықтимал жауап. Сіздердің нұсқаларыңыз ескеріледі. Ықтимал жауап: 2-ден бөл, 100-ден үйлестір, 2-2-ден отыр, 10-10-нан тапсыр, 5-6-дан сана, 3-3-тен топта. Жарайсыңдар. Бүгінгі өткен тақырып жайлы өз ойларыңды 5 саусақ әдісі арқылы кері байланыс беріңіздер. Бас бармақ не ұнады? Бүгінгі сабақтан не ұнағаны туралы жазыңыз. Балан үйрек, жаңадан білдім. Сабақ барысында қандай жаңа ақпаратпен таныстыңыз? Ортан терек не жөнінде ойландыңыз? Сізді бүгінгі сабақта не толғандырды? Шүлдіршімек, өз қоржыныма не аламын? Бүгінгі сабақтан қандай жаңа ақпарат алдыңыз? Кішкене бөбек не білгім келеді? Алдағы уақытта қандай жаңа ақпаратпен танысқыңыз келеді? Сонымен оқушылар, сабағымды қорытындылай келе, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Берілген сөз тіркестерін пайдалана отырып, шағын мәтін құрастыру. Берілген сөз тіркестері: кітап оқыдым, үлкен кітапхана, жақсы демалыс, достармен кездесу, жиі оқу. Осы сөз тіркестерді пайдалана отырып, шағын мәтін құрастыру. Сау болыңдар балалар.